Зейн Шашкин. Доктор Дарханов романы. Басы плейлисте. Солардың ғажайып ерлік өмірімен бүгінгі жастар танысып, соған елікте ме екен? Боран, дауыл, жауын, шашын демей сол дәрігерлер қысы жазы жаяу жүріп, халықты емдеп, отаны үшін қалтқысыз еңбек еткен. Институтты жаңа бітірген жас қазақ дәрігерлер солар сияқты ауылға неге бармайды, революция неге жасамайды? Қазақ медицинаны білмейді, ауылда емнен қашады деген қисық ұғым бар. Оған Асқардың өз басы қосылмайды. Мүмкін жүйеге түскен ғылым бұрын болмаса да, сүйек сынып яки шығып кетсе салатын сынықшылар, түрлі ісіктерді сылайтын хирургтар, халық емін жасайтын балгерлер ел арасында аз болмаған. Ешбір мектеп көрмеген, әліпті таяқ деп білмеген сауатсыз адам санасының зеректігінен, қолының шеберлігінен сынықшы атанып, қолдан қолға түсірмей ауыл жағалатып алып кетіп 6 ай жаздың 4 айы ел қыдырып сынық салумен жүрген. Омар дегенді осы күнге дейін елде аңыз қылады. Сонда ол емдегеніне еңбекақы тағы алмайды. Біреу сыйлап берсе алады, бермесе өкпелеп қабақ та шытпайды. Сүйектің сынып шатынағанын, не шығып кеткенін өнерлі қолы қатесіз таба білген. Сынса танып, шықса орнына салып, осы күнгі медицинаның емін жасаған. Асқар сөзі Дәмешке үлкен ой салды. Әркім өз мамандығын қадірлейді. Әйтсе де медицина ғылымы кең жүректі, ақындық шабытты талап ететін ғылым. Алдына келген ауруды селқос тыңдап, дәрі-дәрмек жаза сап үйіне қайтарып, жалақы алу әркімнің ақ қолынан келеді. Бірақ кісіні емдеп, аурудан құтқару әр дәрігердің қолынан келе бермейді. Диплом ауру адамды емдеуге берілген рұқсат қағаз ғана, ал оның шын дәрігерлігі екі талай. Дәмеш осы ойын Асқарға сол қалпында жеткізді. Таптың жаным, деп Асқар масаттана күлді. Адамға жаны ашымайтын кісі дәрігер бола алмайды. Поезд зырлап арқа жазығының апшасын қуырып келеді. Поезд доңғалағына оралған жел матадай жыртылып, дырылдап, рельс бойына десте боп төселіп жатты. Көкжиекті сырғи көсілген қара түн қанатын жайып далада жатып алады. Рельс үстінде зыр ойнаған дөңгелектің дөңкілі Дәмеш жүрегінің соғысына айналып, көңіл шырайын бұзды. Ми түбінде тайталасқан өлім мен өмір сұрағы алдына кеп жүгінісіп, тағы да мазасын алды. Бурабайға жетпей таң ата Дәмеш лақ-лақ қан құсып, көп ұзамай жан тәсілім береді де іле қасына мамасы келеді. Баяғы жас кезіндегі қалпы, жүдемеген, үстінде ақ жібек көйлек, басында ақ торғын орамал, аяғында ақ туфли. Апырай, өлген адамды ақыры етке орайды деуші еді, Құрышбай атасы сол екен-ау ақ кигені. Мамасы жылап бас сап сүйе береді. Көзімнің қарашығы, жалғызым деп құйқа тамыр шымырлататын, дене балқытататын нелер ыстық сөздерді айтып аймалады да қалды. О, сорлы ана, әбден сағынған екен. Мама, енді қайтып сені көрмеймін ғой деп опық жеуші ем. Көрдім бе? Апырай, о дүние бар дегені рас болғаны ма? Дәмеш қайта тіріліп, Асқар ағасына айтар ма еді, тез жет, мұнда бәріміз тосып отырмыз десек, бәлкім о да асығар. Ананың иісі қандай тамаша, бейіш иісі тек жұпар иісінен де артық-ау. Кетпеші мама, тағы да иіскейін. Сөйткенше болмады. Алыстан бір шыңғырған дауыс келді құлағына. Бұл кім екен? Шыңғырып жатқан
там ұқта біреуді қинап жатыр ма екен деп Дәмеш үйреленіп еді. Шешесі: қалқам, бұл ракетаның сигналы, қазір бізді көкке алып ұшады, тез киін деп асықтыра бастады. Дәмеш жалма-жан ұшып тұрып алдымен әнеугі тойға тіккізген ақ көйлегін іздеді. Табылсаңшы, адыра қалғыр қайыр тығып қойғанда, уай сараң жігіт-ай, соны да көпсінді ме екен Дәмешке? Дәмеш көпжеңдеп чемоданын ақтара бергенде шешесі қолынан жұлқылап асығып тысқа алып шықты. Айдалада анадай жерде бас жағы сүп-сүйір сәукеле тәріздес бірдеме ағарады. Тегі ракета сол болар деп топшылады Дәмеш. Бұлар жақыт барғанда біреу есігін ашты да сатымен жоғары шығара бастады. Дәмештің жүрегі лоблып, басы айналғандай қорқады. Өлген адам ракетаға мініп айға ұшады деп естімеп еді. Көрдің бе техниканың қайда шырқағанын? Мама, о дүниеде ракета көптен бар ма? Жоқ, қалқам, бұрын періштеге мінуші едік. Бұл күнде ол бейшаралар қартайды, өз бастарын әрең-әрең ғана алып жүр. Мынау ракета күнгіге ұшырған совет ракетасы емес пе? Жолшыбай ұстап бап, өлген кісіні таситын қып қойды. Сонда қазір күнге ұшып барамыз ба? Әрине. Күйіп кетпейміз бе? Өлген адамға дене жоқ, жан күймейді. Осы кезде ракета тағы да шыңғырып айғай салды. Мініңдер тезірек деп есік аузында қанаты бар біреу жүр. Сөйтсе ол періште екен. Кіп-кішкентай, әп-әдемі, ергежейлі сияқты. Періште зор бола ма десе, мынадан кім қорқады? Жауапты қалай алады бұл? Ракетаға бұлар да мінді. О да сусылдап ала жөнелді. Іші қандай тамаша, алтын жалатқан, жарқ-жұрқ етеді. Көзің тоймайды. Ең ақыры орындығына дейін гауһар тастан жасалған. Жердің әсерінен шыққан соң адам салмағын жоғалтып, шыбындай шыр көбелек айналады деушемі еді. Шешесінің: ал көзіңді жум, қазір күнге қонамыз деуі ақ мұң екен. Бірдеңе сарт ете түсіп шарқ етті. Дәмеш ояна келсе Асқар тысқа шығып жатып, купенің есігін жапқанда жарқырап атқан күннің сәулесі бүркіп жіберген судай купеге шашылған екен. Дәмеш түсіне таңданып, жалғыз өзі жатып сақ-сақ күлді. Тыстан оралған Асқар қарындасының күлкісін естіп, есінен ауысқан ба деп шошып бажырая қарайды. Ағатай, мен бір қызық түс көрдім, новелла. Асқар уф деп енді демін алғандай. Түс, зәремді алғаның. Бұл сөздің артында не тұрған Дәмеш те сезді. Түсте өлген адамды көрсе не болады? Қазақ ауа райы өзгереді дейді. Жасы ракетаға мініп күнге жетсеше, бұл түстегі жаңалық. Бұрынғы түстер тізімінде ракета деген болмайтын. Биікке ұшу, әсіресе күнді көру, ол бақыт. Жазылып, арманыңа жетесің. Сол түске шын сенесіз бе? Жоқ, онда мен неге сендіресіз? Қазақтың түсті қалай жүретінін айтып отырғам жоқ па? Екеуі қосыла күлді. Ертеңгі күлкі Дәмеш жүрегіне үміт отын маздата жаққандай, бойы сергіп, вагон дәлізіне көңілді шықты. Күнде найза бойы көтеріліп, айналаға жарқырата сәулесін шаша бастаған екен. Үміт шоғы Дәмеште әлі сөнген жоқ. Енді оны үрлеп, қызарта жандырған жұқа өңді, самай шашына ақ түскен талдырмаш дәрігер. Мүмкін ол жаңағы Асқар ағасы есіне түсірген земский врачтар сияқты, немесе зерек туған қазақ сынықшыларындай адамды ардақтай білетін қасиетті дәрігер шығар. Әйтпесе басқалардай үлкен қалаларда қолын жылы суға малып қойып ақша неге таппайды ол? Қолы қандай жұмсақ еді. Нияз қасына кеп тамырын ұстағанда Дәмештің еңсесі көтеріліп, бір сауғып қалады. Бұрын көрген таныс адамды мені неге танымайсың дегендей наздана қарайды. Кеше Асқар ағасы Сусана Михайловна мен екеуінің арасында шәңкелкестік
шәлкестік бар деп пе еді осы Сусаннасы қандай әйел екен. Санаторийдің кешкі мезгілі Сусанна Михайловнаға ерекше әсер ететін әдеті. Жылы да тымық кеште көңіл шіркін жалғызсырап өткен қызықты шалқыма өмір есіне түсіп, оян өзін қоярға жер таба алмай аңсай береді. Мүлгіген орман, ашық аспанда эстрада ойнаған музыка билеп, мәз-мейрам болған жастар қолдың саласындай тарам-тарам аллеяда екеу-екеу қыдырып шаттана күлген қыз бен жігіт, ең ақыры қарағай түбінде шылым тартып күбір-күбір әңгімелескен қариялар екеш. Қариялар да өзіне лайық орнын тапқандай, әрқайсысы өз кешін өзінше өткізеді. Өзіне орын таба алмай зыр қағатын Сусанна кешке жақын корпусты бір аралап шыққан соң не істерін білмей дағдарысқа ұшырайды. Көлге барып қаз қарайғанша сонда отырады. Ниязбен екеуінің арасы алыстаған сайын құлазыған жалғыздық торына шырмала береді. Қалай десең де Ниязға үйренген көңіл аңсап жүдей береді. Өткен жылы екеуі осылай біраз араздасып жүріп қайта табысқанды. Кім білсін, мүмкін қайта оралар. Жоқ, Нияздың жаны басқаға көмескі болса да, Сусанна Михайловнаға аян, тәкаппар да меншіл ол. Ертеңгі күнім не болады деп үрейленіп мыштай боп жүргенде ол көндімбай жұмсақ еді. Кейін өмір өзгеріп, аяғын мығым басқан сайын белең алып, тәкаппар бола бастады. Әлде Сусанна теріс мінез білдіріп, үркітіп алды ма? Я, ақтарыла ойлашы, Сусанна, мұның өзіңді ақтау үшін тапқан дәлелің емес пе? Ақтарса, Сусаннаның Ниязды шын сүйгені жалған ба? Сусанна өз болып еркекті жан тәнімен беріле мұндай құмарта сүйіп көрген емес. Сүйгенде не тұр? Кімді кім сүймейді? Махаббатты қадір тұтқан жан бар ма? Одан Сусанна не тапты? Жүрегін текке жаралап, мүгедек боп қалды. Я, Сусаннаны ол түсінбейді. Сезімі тайыз, ақылы қысқа жігіт. Әйтпесе Сусаннаның мөлдірде терең махаббатын лайлар ма еді? Тұрақсыз еркек. Көл қорыған шағаладай қызғанышын, ыстық лебіз пейілін бостандығыма құрған қақпан деп ұқты ол. Кейде Сусанна махаббат деген жоқ, тек біздің қанды қоздыруы ма деп ұғады. Аш адам арық адам сүйе ме? Махаббат орнына нанды ойламай ма? Кеше Нияз аш күнінде Сусаннаның үстіндегі көйлегі, аяғындағы туфли сияқты еді. Енді ол тойынып алған соң уылжыған жасты іздейді. Семіргеннің белгісі емес пе екен? Әлде еркек менсінбей кеткен әйелдің бәрі осыдай қинала ма екен? Сусанна Михайловна арқадан басталатын мәрмәр сатымен төмен түсіп, көл жиегіне қарай бұрылды. Дәл бұрылыста екі қария шылым тартып, өзара дәрігерлерді сөз ғып отыр екен. Сусаннаны байқамай қалды. Өтіп бара жатып, өздерінің шет жағасын құлағы шалды. Дәрігерлердің ішінде ықыла сала емдейтіні де, білімдісі де Дарханов деседі, деді біреу ойын аяқтап. Қазір жаңадан ем тауып, өкпе ауруын құлан таза емдеп жатса керек. Бізге неге қолданбайды соны? Біздің отделениенің бастығы сары шаш әйел, қолын қалтасына сап бос жүре ме деймін? Палатада шылым тартпа, қарта ойнама деп зекіп ұрсу ғана келеді оның қолына, деді екіншісі. Қолынан деген сөзді айтып үлгере алмады, кенет тына қалды. Сусаннаны байқап қалған сияқты. Я, мұндай әңгімені кеше де естіді. Демалушыларды маңайына топтап алған екі қыз бірін-бірі киіп жарыса мақтанады. Біреу өкпем құлан
таза жазылды десе, енді бірі оның ойын жалғап, кім десейші жазған, біздің доктор Дарханов деген ғой. Шынында доктордың осы емдеу әдісі дұрыс па, әлде арзан қол мадақ па? Рентген сәулесі өкпе ауруына зиян демеуші ме еді? Түсінбеймін. Медицинаны саудаға айналдырып бара ма осы? Егер де бұл емдеу тәсілі Алматы, Москвада бекісе, санаторий көлемінде неге қолданбайды? Арзан қол атақтың нәтижесі. Санаторийде адал еңбек етіп жүрген дәрігерлердің беделін түсіру емес пе? Жаңағы екі шал не деп ділмәрсиді? Сусана өз құлағымен естіген жоқ па? Қызғаныш, талас ойлар ұясы бұзылған арадай ызыңдап жабыла түсіп шаға бастады. Қыздардың сөзін кеше бас дәрігерге жеткізіп жатқанда Асқар Жүнісович келіп бөліп жіберді. Әйтсе де көңілдегісін айтып үлгерді. Бұл адамға опыт жасау, оны қойдырмасаңыз ақыры насырға шабады дегенде Алексей Иванович мырс етіп үйреншікті ертегіге көшті. Мәселе шешкісі келмегенде ертегі айтатын әдеті. Баяғыда азамат соғысының тұсында біздің полкта пәлен деген солдат болған деп шұбыртып ала жөнелді. Қайтып тоқтату қиын. Ақылдасам деп сыйлап келгенде мазан кетіп құтылғанша асық боласын. Өзі бір тип. Өзен жағасына жетпей сайтандай Жүсіп Хакимович тап болды. Аңдып жүргенің қай жағындасын? Жүсіп ұзын ақ тістерін ақсита күліп, қымсынып. Аңдыған жоқ, іздегенім шын деді. Иә, тағыда Нияз Вәзілович пе? Сусана іште мысқылдап. Қазір соның атын атамаса мені кісі таниды ме? Деп өзімен өзі егеседі. Оны қайдан білдіңіз? Әркімнің аңдыған бір жауы бар. Екі қазақ сыйыспауға айналдыңдар-ау. Бұл сөз қынжылу, бітім сөз емес, айтақ сөз. Соңынан тілін салақтатқан күшікше ерген Жүсіптен Сусананың күткені осы. Жүсіптің ойы үстінен дәл түскеніне өзі де риза. Осылай қолтығына су бүркіп айтақтай берсе, бір күні шаптан алып жармай ма? Сусана сөзінің астарына түсінбей қалған Жүсіп неге жақтырмады бол дегендей жаутаңдап қара береді. Сусанна онан бетер сұстанып айбат шекті. Ернін жымқырып, қабағын шытып тоқтамай жүре берді. Жүсіп сөмеңдеп соңынан қалмады. Тағы бірдеме демек. Жоқ, дәл қазір Сусананың демегені қолайлы. Мұндай жасық еркекті қайыстай әбден иін қандырып сонсоң керегіне жаратады. Сусананың аузынан шыққан сөзін ол сонда ғана бұлжытпай орындайтын болады. Жүсіп қазірдің өзінде әзір, бірақ қысылтаян кезде тайқып кету ықтимал. Сусана кеңірек ойласа, Нияз жайындағы бас қатесі осыдан басталмай ма? Иін қандырмай беріліп қалды да, ол шымыр да жылпос екен, бұлқынып уысынан шығып кете барды. Енді міне соның бір ауыз сөзіне Сусананың өзі зар. Қайта айналып құшағына кірер ме еді? Жүрек құрғыр аңсайды да тұрады. Сусана кейде өзін өзі түсінбейді. Осы Жүсіп сол Нияздан артық болмаса кем емес. Жас десең жас, келісті. Әйел сүйетін еркектің келбеті емеурін білдірсек, жігіт өліп талып аяғын құшып жатқан жоқ па? Жас жігіттің сақа әйелге ынтық болатын әдеті емес пе? Бірақ қолына оңай түсетін сымда илгіш жасық еркекті Сусана ұнатпайды. Жанын қажап, күйдіріп, құштар қыла алмайды. Жонын сипалап, еркелеткен мысықтай ғана әсері бар. Сусана ол сезімнің әйел емес, ондай махаббаттан іші пысады.
Жүсіп қатар жүріп келе жатып Сусаннаға тағы да телміре қарап, әлгі тамағы іскен науқастың ыстығы бүгін 39 градусқа барды, деді сөз таба алмағандай. Сусаннада үн жоқ, әлі айбат шегіп келеді. Стриптомицин екпеуші ме еді? Бұрын көп ексе керек, анада өзіңіз қоя тұр дегенсіз. Дәл бүгін оның ыстығы өкпедегі процестен емес, көмегіне рентген сәулесін бергендіктен. Сусанна басқа ауырғандай тұра қалды. Кім беріпті? Доктор Тарханов, басқа кім дейсіз? Неге рұқсат бердің? Бермеске амалым қанша? Көмекке ауруын ол емдесе, маған неге айтпадың? Рентген сәулесімен емдейді деп мен ойлаппын ба? Оқымайсың ба не ем бергенін? Ауру тарихы қолында. Алдымен сен жауап бересің. Ол сенің палатада жатыр. Жүсіп қысылып қалған тәрізді. Үн жоқ, бірақ аздан соң. Кеше бірсыпыра медицина кітаптарын қарадым. Туберкулезге рентген сәулесі ем дегенді кездестіре алмадым. Қайта зиян ба қалай? Жаңа білдім бе деді. Жаңа білдім. Көзің жетсе дәлелдеп бақ. Екеуі көл жағасына кеп тоқтады. Қол саласында жиі өскен тоғай ішінде жуан қарағайдың бір бұтағы тамырлас серіктерінен қашып, бұра тартып қатарғы қарағайға жармасқан. Мен сендік, мен сені сүйемін деп жалынып, белін айқара құшақтап алғандай. Көлденең өскен сол бұтақты көпір қарағай деп атайды. Бұл көпір қарағайда отырған адамдар үстіне тап болмасаң көрінбейді. Қалтарыста. Бұл Сусаннаның жақсы көріп рақаттана дем алатын жері. Қазірде дуалға шығып, аяқтарын салбыратып жіберген балалардай көпір қарағайдың үстіне шықты екеуі. Дәлелдесем, дәлелдеймін, мен тек сіздің көңіліңізге ғана қарап жүргем. Жүсіп үзіліп қалған әңгімені қайта жалғайды. О не дегенің? Бір кезде жақсы дос едіңіздер. Әлі де доспыз, көріп жүрсің бе? Көріп жүрсің ғой өзі. Қойсаңшы, Жүсіп, жасырынбақ ойнауды. Мені алдай алмайсың, онан да айт. Сізден жәрдем күтіп жүрмін де. Рас. Тіл құрғыр көне бермейді екен, шыны сол, тауып айттыңыз. Сусанна қайтып бұл жайында сөз қозғамады. Әңгімені басқа арнаға аударуға тырысты. Жүсіп, осы сенің әйелін көрінбейді, қайда? Bir жаққа кеткен бе? Жүсіп әуелі қысыла қызарып, мүдіріп қалды. Артынан ой жүгірсе үлкен мәні бар сұрақ. Сусанна сияқты әйел керектің тілін таба біледі. Мұнысы Жүсіптің аузына сөз салу. Жүсіп талай оқталып, жүрек сырын ақтарғысы келгенде дәті шыдамай кейін деп келесі бір жолға қалдыра беретінді. Енді өзі итермелеп отыр. Қимылда, Жүсіп. Амалтыға үйіне жіберген. Сусанна биязы да салмақты пішінде Жүсіпке бұрылды. Жіберген? Үйіне барып мауқын бассын деген боларсың. Жүсіп қысылды. Сіз үшін жібердім деп айтуға аузы бармайды. Әлде Сусанна, мен бақытсызбын, өзіме тең дос таба алмадым. Ол әйелді қойшы, жарасы жеңіл, бірақ менің жүрегімнің аңсап іздейтіні сіз деп бастаса, жеңіл де тиер ме еді? Сыпайы да сықылды. Сусанна Михайловна, оны қойшы. Жүсіп өз жүрегінің соғысын өзі естіді. Бұл араны жерсінбейді. Алматыға үйренген. Жаздай сонда болам, келмеймін деп кетті. Жай барақат сырын ақтара салды. Деді Сусанна. О не дегені? Жүсіп ұқпады. Ашық ауыз тілдің ұшындағы сөзді айта алмай ұтылып қалғанды сезесің бе? Өзін өзі зекіп қиналып отырғанда Сусанна Михайловна іс-міс жоқ Жүсіптің әйелін мақтады. Көзі қандай, қап-қара, тостағандай, мөлдірейді де тұрады. Иіліп, күлімсіреп, еркек түгіл әйелді де өзіне тартып құмарыңды арттырады.
Ондай жары бар Жүсіп бақытты. Ұйғыр қыздары ыңғай осындай назды келемі деп әдейі Жүсіптен бойы аулақтата береді. Жоқ, ойбай, Жүсіптің есі дерті өзінде, сөзге келмей құшағыңа кіреді. Басқа әйелді мақтап қайтесің, бұйырып әмір беретін, үкім жүргізіп отыратын адуын тәкаппар әйелді жаны сүйеді Жүсіптің. Енесінің соңынан ерген ботадай соңынан еруге бар. Осы бір ойды дауыстап неге айтпайды? Айтады. Қазір ар жақтарында ағаш сыбдырлап біреудің келе жатқаны сезілді. Жүсіп елегізіп құлағын тікті. Сол бір сәт иығында арқалаған ауы бар қастарынан Нияз өте берді. Бұларды көріп қап мысқылдап, құстай қонақтаған екі жас кім десем, деді ол. Мысықтай ұрланып аңдып жүрген кім десем, деді Нияздың дауыс ырғағына сап Сусана. Жүсіп Сусана жауабына риза қатырды. Бәсе, кімді аңдырын бысық та білер. Торғайдың балапаны болмаса, сауысқан сияқты даусы ашы да зор құста несі бар? Деді сөз есесін жібермейтін Нияз тоқтай қалып. Сусана емес, Жүсіп қызарды. Тілі қандай ұлы еді. Даусы ашы да зор құс деуін, шіркін, ыңғайлы, орамды сөз тілінің ұшына оралса, Жүсіп айтып-ақ тастар еді. Сусананың алдында көзге түсіп қалатын. Иә, тышқан аулауға жаралған бейшара мысықтың өресі белгілі. Шарықтауға құдай жазбаған. Жүсіптің айтқысы келген сөзі осы. Топастық па, сөз үйренбегендік пе, қаншама күшенсе де таба алмады. Әне, желді доктор Дарханов тура жөнелді. Бәсе, жоқ, қайта бұрылды, күлімсіреп. Сусана Михайловна, сөзден жеңілейін деп едім. Тілі құрғыр адамның жауы емес пе? Тілім ұшына оралып қадам бастырмады, деді ол көзін Сусанадан алмай. Шаман келсе аяма. Айтпайын деп ақ едім, болмадың. Ұя бұзар сауысқаннан тышқан аңдыған мысық адал. Хош. Нияз тұра жөнелді. Сусана Михайловна көлгірси күліп. Қайдам. Әркімнің терезесінен аңдыған ұры мысық адал болмас. Сусананы ең болмаса кіммен қолдайтын дегендей Жүсіп көлді жаңғырықтара саңқылдап күлді. Көкшетау жотасын ала шалқалай туған жаңа ай жарқырап шыға келгенде Жүсіп Сусананың көзінде моншақтай мөлдірген жасты байқай қойды. Бұл кеш Сусанаға өз жүрегін ұғындырам деуден тыйылды. Ния сөзінен көңілі бұзылып, жабырқап қалған әйел Жүсіпті тілдеп тастауы да ықтимал, тағы да бір реті келер. Сусана Михайловнаны шығарып сап өз үйіне оралған Жүсіп есік алдында демалып отырған көршісіне тап болды. Ағылшын коттеджлерінің стилімен салынған ағаш үйдің бір жағында Жүсіп, екінші жарысында Шортанбаев тұратынды. Үстінде қызыл ала пижамы, басында сол түстес тақия, шылымды бұрқырата тартып, жемтік іздеген қара құстай верандада отыр екен. Жүсіпті көріп қап. Әй, деді саусағын шошайтып. Әй, дәрігер, келін жоқ болған соң өзің үйден бездің-ау. Бәлем келген соң сазайыңды тартқызармын, ха-ха. Жүсіп сескеніп қалды да алдап сулап аузын алмақ ниетпен қасына барды. Ағасы, келіңіз, қалжың көтермейді, шын деп ұғынып, басыма әңгір таяқ ойнатып жүрмесін. Жүсіп қолын шылымға созды. Тарт қолыңды, тартпайсың, қайтесің бүлдіріп. Бір шылымның құнын төлеуге ақшам жетеді, ағасы. Қой бала, әуелі ауыз бастырық бер, басқаны мен білмейм.
Көжек Шортанбаев кім? Жүсіп біле ме? Міне 2 жылдай көрші тұрса да, бірінің үйіне бірі барып қонақ болмақ түгіл, ең ақыры оңашада еркектерше өзара бас қосып жартылық ішіп сыр алысты ма екен? Жоқ, мұның отырған жеріне от тастайтын қылыш құйрық қызыл көздің өзі емесіне кім куә? Ағай, жүріңіз біздің үйге, ауыз бастырық берейін. Жүсіп көжекеңнің қолтығынан ұстап демеп көріп еді, зілдей қозғалар емес. Сенің үйінде не бар дейсің? Тірі жанбыз ғой, табылар бірдеме.